Мәссаған, мына Ташкент қаласынан көшеден кәдімгі пловтың иісі шығып тұр ғой. Пловтың, самсаның иісі шығып тұр. Кәдімгідей. Және құлағыңа ерексіз Ләбиданың әні естіліп тұрады ғой. Bir жағынан ше. Енді бүгін Ташкентке шағын ғана саяхатымыз басталады. Travel видеомызды түсіремін. Ташкенттің қызықты әдемі жерлерін бірге тамашалап көретін боламыз. Кеттік ендеше. Ташкентке келген 80% туристердің көбісі бірінші кезекте Бесқазанның пловын жеуге келеді. Бұл жерде өте дәмді өзбектің ұлттық тағамы палау дайындалады. Өзбекстанның пловы әлемге әйгілі ғой. Ұлттық тағамдарымен бүкіл елді таңғалдырып отқан ұлттардың бірі. Бірінші келе салып, Ташкентке келе салып, Бесқазанға соғатын адамдар бар. Біз сол адамдардың қатарындамыз. Көкшейді айтып қойдық, пловқа келді. Енді пловтың дәмін көреміз. Арманым еді осындай Өзбекстанда отырып плов жеу дегенше. Армандар орындалады, мақсаттар айқын болса, ас болса. Бисмилла. Ташкентте, Самарқандта аралап жүргенімізге 2 күн болды ғой. Және қазақтарды сирек көре бастадым. Киелі жерлерде, бір кесенелерде қазақтарды көрмедім бұл сөзді айтқанда. Ал бүгін Бесқазанға келгенім, бүкіл Қазақстанның қазақтары осы Бесқазанда жүр деймін. Қырғыз бен қазақ, короче, осы жақта көп қазақтар. Бәрі қазақша сөйлейді. Арасында Түркістаннан да бар, Шымкенттен де бар, Ақтөбеден де бар. Қазақтар бірінші очередь тамаққа келеді ғой негізі. Мен де сол сияқты бірінші тамаққа келдім. Қазір біздің келесі көретініміз, баратынымыз Ташкент телебашнясы, міне. Осының қазір биік жеріне шығамыз. Бесқазан мен Ташкент телебашнясы бір жерде орналасқан. Сондықтан екі достопримечательности көріп үлгересіздер. Бесқазан мен Ташкент. Және мына оң жағында тұрған, оң жақта жалпы Кеңес одағының репрессиясынан көп зардап шеккен адамдарға арналған музей бар. Мына жолдың мына бетінде керемет парк бар, аллея бар, бір сөзбен айтқанда. Міндетті түрде келіңіздер, уақыттарыңыз болса, өкінбейсіздер. Түнде де келсеңіздер де өте әдемі болады. Ал енді кеттік, башняны көрейік, тамашалаймыз. Артында тұрған Орталық Азиядағы ең үлкен ғимараттардың бірі атауы Ташкент телемұнарасы. Ал енді кеттік, оны да бір аралап көрейік. Ташкент телемұнарасының 6-шы қабатына шықсаңыз, Ташкентке деген әдемі көрініс шығады. Яғни Ташкент алақандағыдай көрінеді. Өздеріңізде көрсеңіздер болады. Ташкент телемұнарасынан кейін біз бірден Ташкентте салынып біткен су жаңа Ташкент Сити қалашығына жолға қарай шықтық. Өздеріңіз көріп отқандай Ташкент қаласының көшелері өте кең, әдемі және ең бастысы ат-таза. Және де Ташкенттің маған бір ұнаған жері Ташкент қаласында көлік кептелісінің аздығы, яғни жолдар кең, полосалары көп,
Ташкент Ситиге біз бар болғаны 10 минуттың ішінде жеттік. Дәл менің артымда Ташкент Сити қалашығы, жаңа қалашық, Ташкенттің тағы бір әдемілігін дәлелдеп көрсететін қала. Енді Өзбекстанның экономикасын айтар болсақ, 2016 жылы Өзбекстанның президенті Ислам Каримов дүниеден өткеннен кейін билік басына Шавкат Мирзиев келді. Жаңа президент, жаңа ой, жаңа бағдарлама. Бірақ та Шавкат Мирзиев Өзбекстанның экономикасына өз бағдарламасымен серпін берді. Шавкаттың алғашқы жасаған жұмыстарының бірі ол көршілес мемлекеттермен тату-тәтті өмір сүру болды. Өйткені 2016 жылға дейін Өзбекстан мемлекеті жабық мемлекет болып келді. Ешкіммен қатты араласпайды. Тек қана халқы Ресейге, басқа жерлерге жұмысқа шығып келеді, бірақ туристер Өзбекстанға кіре алмайтын еді. Қазақстанның халқы да кіруі өзі қиындау еді. Шавкат Мирзиев президент болғаннан кейін Өзбекстанда барлығы түбегейлі өзгерді. Осының туризмнің арқасында Өзбекстан осы күнге дейін жақсы дамып келе жатыр. Біз Ташкентке қазан айында келдік. Ауа райы өте жақсы, салқын, керемет, қатты ыстық емес. Және қаланың бір жақсы жері қала жап-жасыл. Биік талдары көп. Ауасы Алматыдан қарағанда сәл тазарақ сияқты. Алматыдан бірақ 2 есе үлкен негізі Ташкент. Бірақ сонда да ауа таза, қала жылы, серуендеуге, қыдыруға өте жайлы қала. Орталық Азиядағы ең үлкен және ең көрікті қалалардың бірі осы Ташкент деп айтар едім. 2016 жылы билік басына келген Шавкат Мирзиев Өзбекстан экономикасына жаңа бір серпін, жаңа бір бағыт алып келді десек те болады. Бірінші нәрсе Шавкат Мирзиевтің жасаған қасындағы көршілес мемлекеттермен тату-тәтті қатынасты орнатып, көршілес мемлекеттерге шекараны ашты. Түркменстанмен, Тәжікстанмен, Қазақстанмен, Ресеймен, Қырғызстан мемлекеттерінің барлығымен кездесіп, осы Өзбекстан мемлекетінде түрлі саммиттерді ұйымдастырып жатыр. Ол өте жақсы нәрсе, өйткені қазақта бір жақсы мақал бар. Көршің соқыр болса, бір көзіңді қысып жүр деген. Сол сияқты осы мақалды жақсы түсініп алған Шавкат ағамыз көршілес мемлекеттермен, бауырлас мемлекеттермен тату-тәтті қатынаста болып жатыр. Оның бір дәлелі Түркістан қаласындағы үлкен мешіт салынып жатыр. 5000 адамға арналған сол мешіт тікелей Шавкат Мирзиев ағамыздың атынан Түркістан халқына деп жасап жатқан сыйлығы болатын. Ислам Каримов билік басында отырғаннан кейін қалыпты бір жүйе пайда болды. Яғни коррупция, өзінің ортасындағы адамдардың байлыққа ие болуы, Өзбекстанды өзінің бір жақын адамдар басқару деген бір дүние пайда болды. Ол бізге бөтен дүние емес, қазақтар да біледі ондай нәрсені. Бірақ 2016 жылы Риода өткен олимпиадада өзбекстандық боксшылар өте жақсы нәтиже көрсетті. Біздің қазақтардан озды. Сол кезде Ислам Каримов қатты жуды ма, жақсы демалды деп естігеміз. 2016 жылы тамыз айының соңында Ислам Каримов дүниеден озды. Бірақ байқайсыздар ма, әлемде ешқандай да бір диктатор қайтыс болса, диктатордың артынан жылап тұрып шығарып салу деген болмаған ешқандай елде. Жарайды, біз мұсылманбыз, мұсылмандар адам қайтыс болған кезде жолмен табытын көтеріп шығарып саламыз. Бірақ Ислам Каримов дүниеден өткен кезде бүкіл Ташкенттің халқы, бүкіл Өзбекстан халқы Ислам Каримовты ақтық сапарға жылап тұрып, гүл шоқтарын шашып тұрып шығарып салды. Бұл да бір Ислам Каримовтың еңбегі шығар, халықтың бұлай жақсы көріп шығарып салуына орай. Бірақ ешқандай мемлекет, ешқандай халық, қандай да бір диктаторды ақтық сапарға жылап шығарған нәрсені мен бірінші рет Өзбекстанда көрдім. Дубайдағыдай үлкен фонтандар атқылап тұрушы еді. Біз келген күні өкінішке орай фонтандарды тоқтатып қойған сияқты. Бірақ сонда да әдемі көрініс. Фонтансыз ақ адам қарап отыруға да болады. Ассалаумағалейкум жігіттер. Ташкенттен боласыңдар ма? Қай жерден боласыңдар? Хорезм. Ташкент, Өзбекстан расаян чырайлы. Біз Қазақстаннан келгенбіз. Зор Ташкент. Ташкентте адамдар
жалпы туристке өте жылы көзбен қарайды, мейірімді көзбен, саған барынша көмектесіп тұрады. Таксиге отырсақ та, таксиде де саған мына жерге былай барасыз, мына жерде жақсы асхана бар, мына жерде жақсы мейрамхана бар, барынша көмектесіп тұрады. Сосын таксиден алданбайсыздар. Бұл жақта Яндекс жұмыс жасайды. Яндексті қосасыздар. Ташкенттің арасындағы біздің теңгемен шаққандағы 1000 теңге, 500 теңге, 1500 теңге баға болады. Аса қымбат емес. Сіз осы жаққа қыдырып келсеңіз, дәл сіз қиналып қаласыз, адасып қаласыз деп ойламаймын. Бұл жақта орысша сөйлей алады, қазақшаны да түсінеді, сіз де өзбекшесін түсінесіз. Сондықтан Ташкентте, Алматыда немесе Астанада қыдырып жүргендей боласыз. Ташкент Сити қалашығын аралап біттік. Өте әдемі, сұлу, яғни орталық Азияда емес, Европада жүргендей күйде боласың. Барлық жағдай жасалған. Яғни инфраструктураның бәрі бар. Адамдар демалып жатыр, уақыттарын көңіл өткізіп жатыр. Бір жақсы жері мына жерде өзге ұлтты адамдармен сөйлесіп, тіл табысып, олармен суретке түсіп, олармен бір қызықты оқиғаларында бөлісуге болатын керемет жер. Сондықтан Ташкент Сити деген, енді Ташкентке келіп жатсаңыз, міндетті түрде осы Ташкент Ситиге келіңіз, уақытыңызды өткізіңіз. Қымбат дейтін еш нәрсе жоқ, барлығы қолжетімді бағада. Ал енді біз келесі локация Өзбекстанның футбол алаңдарына барамыз. Сол жақтан бір-екі видеоларды түсіреміз. Өйткені Өзбекстан футболда өте мықты мемлекеттердің бірі. Кеттік. Ташкент қаласындағы Пахтакор футбол алаңына келдік. Және Өзбекстанда Пахтакор деген өте танымал футболный команда бар. Біздің Қайрат сияқты. Кеңес одан кезінде аты дүркіреген футбол командасы. Бір қызықты айтайын. Футболды түсінетін жігіттер болса, сіздер менің сөзімді құптайсыздар деп ойлаймын. Кезінде, Кеңес одағының кезінде Қайрат пен Пахтакордың арасында Центральный азиатский дерби деген ойын болатын. Қайрат пен Пахтакордың ойыны аншлаг болатын. Қайрат пен Пахтакор СССР-дің чемпионы болмаса болмай кетсін, бірақ бір сезонда бір-бірін міндетті түрде ұту керек болған. Пахтакор ұтса Қайратты, болды, все, уже чемпион болып есептеніп кеткен. Ал егер Қайрат ұтатын болса Пахтакорды, ол да бір үлкен абырой. Қайрат пен Пахтакор СССР-дің чемпионы болуға ұмтылмаған, бір-бірін ұтуға ұмтылған болатын. Пахтакордың стадионға бізді кіргізбей жатыр. Бірақ ғимараттың ішіне кіріп көрдім, іші қараңғы, ешқандай бір условия комфорт жасалмаған. Алматыдағы орталық стадионнан қарағанда жағдай өте нашар екен көрініп тұр. Қазақстандағы стадиондар шүкір дейік. Біздің Түркістандағы Түркістан аренаның өзі әдемі ғой, былай қарап отырсаң. Әлі мына менің артымда тұрған стадион Буйноткор стадионы, яғни Мили стадион деп айтылады. Жалпы Буйноткор деген команда бар. Ол біздің Қазақстанның Астана деген командасына қатты ұқсайды. Жалпы Буйноткор деген сөздің мағынасы бейнетқор деген мағынаны білдіреді ғой. Енді бір қызықты айтайын сіздерге. Бұл команда негізі өте жас командалардың бірі. 2006-2007 жылдары Буйноткор командасы пайда болды. Яғни Крупчи деген команданың атын Буйноткор деп өзгертеді. Бірақ бұл команданы Ислам Каримовтың қызы Гүлнара Каримова қаржыландырады. Яғни сол кісінің командасы есептеледі. И Өзбекстанда, орталық Азияда ең бір жұлдызды ойыншылардың бірі Ривалдо. Осы командада доп тепкен, ойнаған. Тағы да бір жұлдызды тренері бар. Ол қай тренер екенін футболды жақсы түсінетін жігіттер біліп отыр. Ол әрине бразилиялық Филиппе Скалари. Филиппе Скалари қайбір жылдары осы Буйноткор командасын жаттықтырған болатын. Жұлдызды ойыншылардың бәрі Буйноткорда ойнады. Неге? Өйткені президенттің өзі бұл команданы қаржыландырды. Сол себепті Өзбекстанның ең бай командасы деуге де болады. Қарасаңыз, стадионды салып берген өте әдемі қып. Өзбекстанның ұлттық құрамасы осы жерде ойынын ойнайды. Орталық Азиядағы, Өзбекстандағы ең ауқымды базар Чорсу базары. Чорсу базарындағы орталық Азиядағы кең, үлкен базарлардың бірі. Өзбекстанға қыдырып келген әрбір әйел кісі мына жерге кіретін болса, азанда кіріп кешке бірақ шығатын шығар, егер қалтасында пұлы болса. Көріп отқандарыңызда міне туристердің өздері, шетелдік туристер кәдімгідей экскурсиямен базар аралауға келіп отыр. Жақсы базар сияқты барлығы ішін аралап көріп, бағаларын да көріп қайтамыз. Ең үлкен базарға қош келдік.
Это почем, брат? 60. Вот трое за сколько отдашь? 140? Хорошо. Мынау үйдегі Ташкент базарына келіп жатсаңыздар, ағайын туыстарға, таныстарға базарлық па, сыйлық па ала кеткен дұрыс. Мына үшеуі 140 мың сом болып тұр. Теңгеге шаққандарысын бәрін жазып қоямыз. Бір қол қайтпайық ауылға. Түркістанға бір нәрсемен бару керек. Мына жерде жүрсең бірақ ше, кез келген нәрсені ала бергің келеді ғой барлығын. Тез шығып кету керек болды ғой. Ташкент қаласындағы тағы бір керемет локация ол Ашқабат саябағы, яғни аттракциондар, неше түрлі балаларға арналған ойын алаңдары бар жер. Егер сіздер келіп жатсаңыздар, Ташкенттегі Ашқабат саябағына келіңіздер. Біз бүгін шағын осының ішінде аралап, видеомызды түсіріп көреміз. Мен де баяғыдан ойлап жүрген, осы Ашқабатқа барсам, көрсем деп ойлап жүрген ойымды бүгін жүзеге асырдым. Қараңыздар, халық өте көп, басқа ұлттағы адамдар да бар. Ең бастысы ауа райы өте қолайлы, жанға жайлы, керемет болып тұр. Ташкент қаласы Ашқабат саябағы міндетті түрде келіңіздер. Бағаларын барлығы қолжетімді. Сіздерге бір карточка береді. Сол карточкаға ақшаны салып береді. Сол ақшаға кез келген аттракциондарыңызға отыра бересіздер. Міне, осымен де менің тревел видеом өз соңына келді. Өзбекстанда өткізген 3 күнім өте қызықты өтті. Барлықтарыңызға Өзбекстанға келіп саяхаттауға кеңес берем. Ертеңге, келесі айға, келер жылға қалдырмаңыздар. Мүмкіндіктеріңіз болып жатса, Өзбекстанға саяхатқа келіңіздер. Уақыттарыңызды қызықты өткізуге тырысыңыздар. Мен Самарқан және Ташкент туралы видеоларымда барынша сіздерге пайдалы ақпаратты беруге тырыстым. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, енді бастап келе жатқан қазақтың қара баласы, қазақтың блогері, YouTube блогеріне тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Видеоны лайк басамыз, тіркелеміз. Алда одан да жақсы видеолар жасап шығаратын боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Және менің съемочный группамда жұмыс жасаған менің досым Әуелбекова Әнелге алғысым шексіз. Инстаграмын қалдырам. Қызық болса тіркеліп қоясыздар. Барлықтарыңызға рахмет.